Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, қатпарлы, керемет самсаларды жасайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне тұз салып, керегінше ұн салып, қатты жұмсақ емес, қатты емес қамырды илейтін боламыз. Қамырымызды илеп, кішкене тындырып қоямыз. Сосын қамырды алып, сіздер өз қалауларыңыз бойынша екіге бөлсеңіздер де болады. Бірақ мен кішкентай үшке бөлдім. Себебі мен столға жаятын болам. Менде үлкен қылсам екі жаны түсіп кетеді. Сол үшін үшке бөліп алдым. Қамырларымызды жайып алдым. Алдын ала 3 қамырды жайып алдым. Сосын сары майды микроволновкаға кішкене ғана ерітіп алдым. Толықтай еріткен жоқпын. Кішкене жұмсақ, осындай көріп тұрғандарыңыздай болса болады. Бірінші қамырды жайып, үстіне осылай майды барлық жеріне жағып шықтым. Сосын екінші жайылған қамырымды алып кеп, осы қамырдың үстіне әдемілеп үстіне қойып шықтым. Сосын оның да бетіне сары майды жағып шығамын. Екі қамырдың үстінен тағы да үшінші қамырды қойып, тағы да май жақтым. Сосын 3 қамырдың арасында май жағылды. Енді соны рулет сияқты қылып орап алдым. Рулет сияқты ораған қамырымызды холодильникке кемінде 8 сағатта, 5-6 сағатта тұрғаны жақсы. Бір түнге қалдырсаңыз одан да жақсы. Бірақ мен 5 сағат қана тұрды менікі. 5 сағат тұрды. Сол себепті менде өте қата қойған жоқ. Жасаған кезде кішкене сәл ашылып кетіп, сондай жағдайлар болды. Сіздер ұзақтау уақыт ұстағандарыңыз дұрыс. Сосын салмасын дайындаймыз. Салмасында фаршқа міне пияз, тұз, бұрыш салдым дәміне қарай. Пиязды мен блендермен өткізіп алдым. Сіздер турап алсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Міне араластырғанда өте сулы, сондай әдем болды. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, бөліктерге бөліп, міне қалыңдығын көрсеттім. Осылай мен өте үлкен жасаған жоқпын. Если үлкендеу керек болса, сіздерге қалыңдау қылып кесіңіздер. Мен кішілеу көп шықсын деп кішілеу қылып кестім. Кесіп алған қамырларымызды жаямыз. Жайып, ішіне салмасын салып, мен үшбұрышты етіп түйдім. Қалауларыңызша өздеріңіз басқаша әдемі етіп түйіп жасасаңыздар да болады. Осылай үшбұрышты түйіп, бетіне жұмыртқаның сарысына сүт қосып, жағып, күнжетті септім. Мен әсел печкасында 200 градуста 40-45 минутта пісірдім. Ал енді сіздер өз печкаларыңыздың температурасына қараңыздар. Пісіп шыққанда өте сондай керемет, иісі деген енді бүкіл үйді алып кетеді ғой. Бәріміз асыға күттік самсаның піскенін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Қайта жасай бергім келеді. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк, коммент қалдырыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менде жаңадан видео шыққан кезде бірінші болып сіздерге көрінетін болады. Мінекей әп-әдемі самсаларымыз дайын. Ас болсын.